Жаңыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай тез тоқылатын шұлық түрін үйренетін боламыз. Өте оңай, жеңіл, тіпті жаңадан бастап жатқандар да тоқи алады. Мастер-класты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өйткені менің каналымда көптеген тегін мастер-класстар бар, бір керегіңізге жарап қалуы мүмкін. Қысқа шұлық тоқу үшін мен осындай екі түрлі жіпті алдым. Көк жіп менде 100 граммда 150 метр, жартылай шерсть, жартылай акрил жіп, және мынандай сұры түстен алдым. Бұл бізде иранский шерсть. Кәдімгі салмақпен сатылатын жіп базарда. Крючогым номері менде 4,5. Қысқа шұлықты тоқу үшін бірінші аяқтың өлшемін алуымыз керек. Біз табанның ұзындығын өлшейміз. Менде 22. Және сілдердің биіктігін білу үшін тобықтан тобыққа дейінгі аралықты өлшейміз. Осылайынан өлшеуден өткізіп, тобықтан тобыққа дейін менде 18 сантиметр. Яғни менің шұлығым жолақтан тұратын болғандықтан 18 сантиметрді екіге бөлемін да 9 сантиметр. Мына менің бір жолағымның жалпақтығы 9 сантиметр болу керек, ұзындығы 22 сантиметр. Өйткені мен екі түстен тоқып жатырмын. Егер сіздер бір түсті қылып тоқитын болсаңыздар 44 сантиметр болу керек. Осылайынан ұзындығы қатарымызды бастаймыз. Бірінші ілмегімізді жасап аламыз. Енді 5 ауа ілмегін тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 ауа ілмегі мінеке. Енді крючоктан кейінгі үшінші ілмекке тоқимыз. Жіпті орап аламыз крючокқа. Бірінші, екіншіні қалдырып кетеміз. Үшіншісіне тоқимыз. Міне, осылай. Енді осы жерге тағы біреуін, мінеке жіпті іліп алдық. Ілмектен өткіздік. Жіпті тартып шығардық. Жіпті ілемізді. Крючоктағы үш ілмекті қосып жібереміз. Мінеке, бұл бізде жартылай накидті столбик болып саналады. Келесіне бір рет тоқимыз жарты столбик. Мына шеткісіне екі рет тоқимыз. Міне осындай бізде бірінші қатарда 5 жарты столбик болды. Енді айналдырамыз. 2 ауа ілмегі, 1, 2. Енді мына біздің бірінші столбикке ілмектің жарты бөлігіне мынандай мына біздің столбиктің жарты бөлігіне осылайынан өткіземіз. Жіпті тартып шығарамыз. Тағы да бір рет осы жерге. Яғни біздің екі шеткі столбикке екі столбиктен тоқып отырамыз. Келесіне бір рет. Осылай. Шеткісіне келдік. Бұл жерге де екі рет жарты столбик тоқимыз. Біріншісі, мынау, екіншісі. Міне. Екінші қатарда бізде 7 столбик болды. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді айналдырамыз. Тура осылай тоқимыз. 1, 2. Міне. Мынау ілмектің ең шеткі жағындағысына, сырт жағындағы шетінен осылай аламыз. Тағы да осы жерге тағы да екеу. Міне. Келесіне біреу. Осындай әдіспен өзімізге керек жалпақтықта тоқимыз. Яғни бізде мына жалпақтығы жаңа біз 18-ді 2-ге бөлген кезде 9 сантиметр шығу керек. Менде дайын болды. Менде 13 столбик 9 сантиметр болды. Егер жарты сантиметр, 1 сантиметр артық болып кетсе, ештеңе етпейді. Ең бастысы кем болып қалмауы керек. Енді осыдан әрі қарай ешқандай өзгертусіз ұзыннан тоқимын. 2 ауа ілмегі. Осы жерге біреу.
келесіне біреу. Осылай қайталап тоқимыз. Міне бізде осындай жолақ. Мен 16 қатар тоқыдым. 5 қатар ұлғайту үшін және 16 қатар ешқандай өзгертусіз тоқыдым. Маған 22 сантиметр болды. Осы көлем жеткілікті. Бұл біздің шұлығымыздың бір бөлігі дайын болды. Енді осы жерде мен екінші түсті ауыстырамын. Сіздер бір түспен тоқысаңыздар да болады. Мына жерде біздің соңғы столбигімізді осылай аламыз да екінші түстегі жіппен біріктіріп жүреміз. Міне осылай. Екі ілмегі. Бізде мынау есептелмейді. Дәл осылай осы түспен 16 қатар тоқимыз. Одан кейін кемітуді бастаймыз, яғни шұлықтың бас жағының формасын келтіреміз. Міне сұры түспен 16 қатар тоқыдым. Енді 5 қатар қысқартып тоқимыз. Ол үшін мінеки бірінші столбиктен өткізіп жіпті шығарамыз. Екіншісінен жіпті тартып шығарамыз. Крючокта біздегі 4 ілмекті қосамыз. Міне, мынау біздің екі столбигіміз, бір столбик болды. Әрі қарай тоқи береміз, өзгертусіз. Және соңында екі столбикті қосамыз, дәл осылай. Міне соңғы столбикке келдік. Соңғы екі столбигіміз мінеки. Осыны қосамыз. Міне біріншісі жіпті тартып шығарамыз. Және екіншісі. Мінеки. Міне. Енді айналдырамыз. Екі ілмегі. Тағы да біріншісінен жіпті тартып шығарамыз. Екінші столбиктен жіпті тартып шығарамыз. Барлығын қосамыз. Осындай әдіспен бізде 5 столбик қалғанша тоқимыз. Міне біздің шұлығымыз дайын болып қалды. Енді тігеміз қосып. Осылай аламыз да осылай біріктіреміз. Мұқият болыңыздар. Мына несі түстері осылайнан болып қалмасын. Мына сұры жақтарын мен ішіне қараттым. Осылай. Мынау аузы болады, мынау табаны. Осылай ұстап тұрған кезде енді теріс жағынан тігеміз. Сол үшін осылай бүктеп аламыз. Осылай бүктеп, белгілеген жерден бастап осылай тігеміз. Осылай айналдыра табанына дейін тігіп шығамыз. Не осындай болды. Енді оң қаратамыз. Міне. Енді мына жиегін көмкеріп шығамыз біздің мынау қалдырған жібімізбен. Бірауа ілмегі осы жерге шыққан жерінен. Енді әрі қарай мынау біздің столбиктер тұр ғой. Мына жерде осылардың жиегіне екі рет жай столбиктен тоқып шығамыз. Міне бір. Осы жерге тағы біреуі. Келесіне мынау. Осы жерге екеу. Келесіне екеу. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мынандай жерге тоқымаңыздар. Толықтай столбиктерге тоқисыздар. Мына өрімдерден белгілі болады өзі. Осылай айналдыра тоқимыз. Міне осындай шұлықтар пайда болды.
өте қарапайым және әдемі оңай тоқылады. Мастер-классымызға лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.